Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы программалау тілдері. Бүгінгі сабақта біз үйренеміз программалау тілдері терминін толығырақ түсінетін боламыз. Бүгінгі сабаққа байланысты сөздікті дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Оқушылар, программалау тілі дегеніміз компьютерлік программаларды жазуға арналған формальды таңбалық жүйе болып табылады. Программалау тілі программаның сыртқы түрі мен әрекетін анықтайтын, компьютердің басқаруымен орындалатын ережелер жиынтығын анықтайды. Программалау түрлері әртүрліше жіктеледі, бірақ барлық программалау тілдері екі топқа бөлінеді. Олар процедуралық және процедуралық емес. Процедуралық программалау тілдері жоғарғы деңгейлі және төмен деңгейлі болып екіге бөлінеді. Жоғарғы деңгейлі программалау тілдерінде олар машинаға тәуелсіз болады, ал төменгі деңгейлі олар машинеге тәуелді болады. Төменгі деңгейлерге ассемблер жатады, жоғарғы деңгейлерге Pascal сияқты бағдарламалау тілдері жатады. Процедуралық емес программалау тілдері объектіге бағытталған және де декларативті болып бөлінеді. Объективке бағытталған C++, JavaScript бағдарламалау тілдерін жатсақ болады. Ал декларативтіге логикалық және қызметтік. Төмен деңгейлі программалау тілдері, яғни олар жалпы белгілі бір процессорға арнайы жазылған бағдарламалау тілдері жатады. Яғни олар аз уақытта орындалады. Оларға микрокомандалар, команда микрокомандалардың тізбектілігімен сипатталады және машинелік. Микрокомандалар нөлдерден бірлердің тізбегінен тұрады. Ассемблерлік, символдық кодтау тілі және макрокомандалардан тұрады. Келесі бізде ол жоғарғы деңгейлі. Олардың барлық тілдерге қасиеті ортақ болады. Олар компьютердің командалар жүйесіне бағытталғандығына емес, арнайы алгоритм типінің жазбасымен операторлар жүйесіне бағытталғандығымен ерекшеленеді. Оларға Fortran тілі, Algol, Pascal, C, Visual C бағдарламалау тілдері жатады. Яғни Pascal бағдарламалау тілдері ол алгоритмдік тіл болып табылады. C ол амбибап программалау тілі, Visual C ол объектіге бағытталған программалау тілдері болып табылады. Компьютер машиналық код тілін ғана түсінеді. Машина тілінде программалар машинеге тәуелді өте көп нөлдер және бірлер тізбектілігімен ғана түзіледі. Транслятор дегеніміз осы адамға түсінікті тілден құрылғыға, яғни компьютерге түсінікті тілге аударатын программалар болып табылады. Транслятордың екі түрі болады, олар компилятор және интерпретатор. Транслятордың негізгі 4 қызметі бар. Ол программаны талқылайды, яғни компьютер тіліне аударған кезде программаның қатесін іздейді. Егер қате болатын болса, ол қате туралы хабарлама шығаратын болады. Егер қате жоқ болатын болса, онда осы транслятор орындалатын программаны машинелік түрге түрлендіре бастайды. Және орындалатын программаны оңтайландырады. Жоғарыда айтып өткендей, транслятордың ол екі топқа бөлінеді: компилятор және де интерпретатор. Компилятор дегеніміз ол ағылшын сөзі жоғарғы деңгейлі программаны компьютерге түсінікті машинелік тілдегі командаларға аударады, орындайтын программа болып табылады. Оларға C, C++, Pascal бағдарламалау тілдері жатады. Екінші олары интерпретатор. Интерпретатор командалары, олар машиналық тіл командаларын аудармай, бірден орындалатын программа болып табылады. Яғни машиналық тілге аударудың қажеті болмайды. Оларға Java жатады. Бұл программалардың бір кемшілігі программаның орындалу жылдамдығы төмен болады. Тапсырма: сызбаны толтырыңыз. Яғни оқулықты пайдалана отырып 94-ші беттегі программалау тілдерінің екі тобын және олардың деңгейлері бойынша жазып сызбаны толтырыңыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.